Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай шарт тоқитын боламыз. Бұл воротник сияқты жүреді. Керекті құралдардың барлығын төменде описаниеде жазып кетемін, ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жаза кетіңіздер. Ең алдымен біз бұл шарф қалай тоқылатынын білуіміз керек. Бірінші біз ұзындыққа воздушные петли набирать етеміз. Яғни бірінші ұзындығын определять етеміз. Сіздерге қанша сантиметр керек, сонша сантиметрде неше петля бар, соны қарап есептеп аласыздар. Одан кейін барып қатар менен былай енін шығарамыз. Сосын ұзындықты ені шыққаннан кейін екі жақты бір-біріменен қосамыз. Ұзындықты біліп алу керек. Узелок жасаймыз. Одан кейін жұмыс жібін тартып, екі ортадан өткіземіз. Мынау бізде бірінші петля. Жұмыс жібін тартып, екі ортадан өткіземіз. Жұмыс жібін тартып, екі ортадан өткіземіз. Осылай ары қарай жалғастыра береміз. Бізге керек ұзындықты білу үшін. Менде 40 петля шықты. Воздушная петля. Мен өзімнің шарфымды былай екіге бүктейтін болғаннан кейін 35 сантиметр алдым. Менің шарфым осындай болады. Бұл ұзындығы. 40 воздушная петля тердім. Енді бір воздушная петля, ол бізге петля подъема болады. Сондықтан біреуін артық қып тоқимыз. 41 воздушная петля. Енді соңғы тоқылған воздушная петляға тоқымаймыз. Келесіне столбик без накида тоқимыз. Біздің основной узор осы столбик без накидамен болады. Барлық 40 петляға, воздушная петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Соңғы петля. Ең соңында воздушная петля жасаймыз. Келесі қатарға өту үшін тоқымамызды бұрамыз. Және де мына ар жақтағы қабырғадан іліп алып тоқимыз. Мына жерден. Дәл солай столбик без накида. Еш қиындығы жоқ. Бір кеште тоқып бітіруге болады. Өте оңай. Өздеріңізге керек размерде шығарып тоқып алсаңыздар болады. Соңғы петля ол өзі әрең көрініп тұрады. Сондықтан бұл петляны ұмытып кетпейсіздер, және де ең соңғы мына петляны екі қабырғасынан іліп алып, осылай тоқисыздар. Воздушная петля. Тоқымамызды бұрамыз, және де жалғастырып, бір қабырғасын іліп алып тоқи бересіздер. Ал соңына келген кезде екі қабырғасынан іліп алып тоқисыздар. Дәл осылай өздеріңізге керек ұзындықта столбик без накида тоқып шығыңыздар. Мен сосын сіздерге менікі қанша шыққанын өлшеп соңында көрсетемін. Мен тоқыдым, бірақ менде кішкене жібім жетпей қалды. Мен бір моток парашют жасап едім, бірақ бір моток жетпейді екен. 1,5-2 моток алуларыңызға кеңес беремін. Мен енді қазір басқа түсті жіп жалғайтын боламын. Менде бары ол қара түс. Қазір мына жердегі соңғы петляны тоқимын. Столбик без накида қылып.
Ал воздушная петляны қара жіптен, яғни басқа түсті жіптен тоқитын боламын. Егер сіздеріңіз жіптеріңіз жетіп тұрса сіздерге, онда сол бір түспенен тоқи бересіздер. Тоқымамды бұрамын және де ары қарай тағы да тоқып кете беремін. Дәл солай столбик без накида. Артық жіптерді петляның ортасына кіргізіп жіберіңіздер, арасында байқалмай тоқылып кету үшін. Мен шамамен 3-4 қатар тоқитын боламын. Дәл осылай соңына дейін столбик без накидамен тоқып шығамын. Ені бойынша бізде 34,5, ал ұзындығы 34,5, яғни тоже 34,5. Былайынан қалай болады екен. Воздушная петля жасаймыз. Мына қабырғасынан іліп алып, келесі қатардан біріншісінен жіпті тартып аламыз және де соединительный столбик жасаймыз. Келесі қабырғасынан іліп аламыз. Екінші қабырғасынан іліп, жұмыс жібін тартып, соединение жасаймыз. Дәл солай соңына дейін тоқып шығамыз. Теперь воздушная петля жасаймыз да. Жұмысты жібін тартамыз. Енді петлялардың ортасына екі жіпті тап тастаймыз. Бір-бірімен байлап тастаса да болады. Біздің шарфымыз дайын. Шов бүлінбейді бізде. Өте әдемі шықты. Бүктеп киіп алуға болады. Мастер-класс ұнады деген